мысықтап тұратын болсам, неменесін еркек болып, неменесін шалбар киіп жүрмін. Сондықтан да еш нәрсеге басымды қатырғым келмейді. Ал түрікшіл дейтін болса, түрікшілмін, иә. Түрікшілдікті мойындаймын. 20 ғасырдың басында алаш қайраткерлер ұлтшыл болды, түрікшіл болды. Мен де солардың жолындамын. Сондықтан түрікшіл деген ол мен бүгінгі Түркия деп қарамау керек. Мен бүкіл түркі халықтарын жақсы көремін. Түркі халықтары үшін күресе аламын. Түркі халықтарының мүддесін бәрінен биік қойғым келеді. Өйткені біз өркениет тудырған бүкіл Еуропаны жалаңаш жүрген кезде біз атты үйретіп, жаңағы дәрет алуды білген, киімменен жүрген, тамақ жасауды білген халықпыз. Мен сондай ұлттың өкілі болғаннан кейін неменесіне түрікшіл болмаймын? Түрікшілмін. Ал енді Түркияға барып тұратын болсаң, арқада жаңағы қыс суық болатын болса, арқа рауып несі бар дейді ғой. Арқа жайлы болатын болса, мен де Қазақстанда жүретін едім. Бірақ Қазақстанда аяғыңның шалып, жаңағы жолыңды бекітіп, тыныс алатын жолдардың бәрін жауып жататын болса, кітабыңды шығармай